Барлықтарыңызға сәлем. Келіп жеткен аз наурызымыз құтты болсын. Ақ мол болсын. Еліміз тыныш болсын. Отымыздың басында әрдайым аманшылық болсын. Бүгін біз көршілер болып наурыз мерекесін атап өткелі тұрмыз. Қазанымызды көтеріп, сүрленген, қыстан қалған етімізбен қазыларымызды салып қойдық. Етіміз пісем дегенше дастарханға қоятын бауырсағымызды да пісіріп алып жатырмыз. Бауырсақтарымыз жұмсақ, қып-қызыл әдемі дәмді болып шықты. Осы жылғы наурыз қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келді. Көшеміздің жас келіндері дастарханды жасап, көрпелерін жайып, бәрін әзірлеп қойды. Наурыз көжемізде пісті. Дұға тілектерімізді айтып, аузымызды ашып болғаннан кейін наурыз көжемізді жеп алдық. Міне үлкен асымыз, етіміз де дайын болды. Келіншектер бәрін жасап дастарханға апарылды. Ет өте керемет, дәмді болған, сүрленген. Қазының 2-3 түрі болды. Көршілерімізбен етімізді жеп, сорпамызды ішіп, келіншектердің ұйымдастырған ойынында ойнап кеттік. Негізі біз жылда күндіз тойлайтынбыз наурызды, және де арқан тартып, гір көтеріп, асық ойнап, сондай би билеп өткізетінбіз. Бұл жолы енді Рамазанмен сәйкес келгесін күн қысқа, кеш болып қалды дегенмен үйдің ішінде орындалатын осындай ойындарды ойнап, көңілімізді көтердік. Және де енді тамақ жеп, бәрін болғаннан кейін шай ішуге отырдық қой. Дастарханда үлкеніміз, қартымыз бар көшеміздегі. Қарт деген ол қазына. Көктем келгеннен кейін жемістің түрін қойып дастарханға шайымызды іштік. Неше түрлі дастарханның басында да сұрақ-жауап ойындар ұйымдастырдық. Осылай осы кешімізде өте көңілді болды. Келесі наурызға дейін аман жетейік.